Сәлем, мен Марк Твеннің «Таинственный незнакомец» деген кітабын бүгін оқып бітірдім. Бұл өте ұзақ емес, 2-ақ күн оқыдым. Сол кітап туралы мини-обзор, ревью, сол короче. Мен бұл кітап туралы YouTube-тан естіп қалдым бір жерден. Қысқа болған соң, неге оқып көрмес керек ойладым. Ол 15-ші ғасырдағы Австриядағы бір өте діни, консервативті бір ауылда басталады оқиға. Сол жақтағы 3 подросток, кішкентай балалар сыртта ойнап жүріп бір адамды кездестіреді. Ол адаммен сөйлесі келе, ол адам емес, періште болып шығады, ангел. Және оның аты Сатана. Сатана дегенде ол шайтанның жиені ма, сондай бір туысқандығы бар тағы. Ол балаларға өзінің әртүрлі сиқырлар көрсетеді, тамақтар береді. Өздері кішкентай құмнан адамдар жасап, цивилизация жасап, соларды көрсетеді. Балалар соған бірден Сатана солардың бәрін басын баурап алады. Кітап сол көбінесе сол Сатанаға келгенде ауылдағы болған оқиғаға реакциясы, соның айтқан ойлары туралы жазылады. Бұл кітаптың өзі Марк Твен айтқан екен, осы өмірге деген ойын, политикаға, моральдық сұрақтарға өзінің сондай ойын жазып қалдырғысы келген екен. Айтпақшы, сол Марк Твен Том Сойер, Гекльберри Финн деген сияқты сондай қызық романдар жазған. Бұл кітапта көбінесе сол адамның екіжүзділігі туралы, моральдық сұрақтар, солар туралы айтылады. Сатана періште болғандықтан ол адамдардың моралін түсінбейді, оны өте төмен санайды. Бұл Ницшенің сверхчеловек дегеніне келеді екен, менің ойымша. Ол періште үшін, Сатана үшін адамдар сол жерде жатқан қоңызбен бірдей сезіледі. Адам қоңыздың ойында не бар екеніне қызықпайды. Оның балалармен жағдай қалай, достары көмектесіп жүр ма деген сияқты ойлар оны мазаламайды. Өйткені қоңыз ол кішкентай жәндік. Біз өзіміздің ойымызды оған дейін кішірейтіп жанына түсіре алмаймыз. Соны жай мүлде істей алмайтын затымыз. Және бұл жерде адамдарға жақсылық туралы да айтылады. Жақсылық деген не, жамандық деген не. Егер адам, мынандай бір мысалдар бар кітапта. Бір бала бір қызды құтқарып жатып, қайтыс болып қалатын болады. Оны сол Сатана өз қайтыс болатын қылып жасайды. Оның достары оған неге үйттің, ол деген өте жаман ғой деген Сатана оларға айтып түсіндіреді. Егер сол бала сол қызды өзенге түсіп құтқарған кезде өзінен бір ауру жұқтыратын еді, одан кейін 40 жыл бойы ауырып, күні бойы өлгісі өмір сүретін еді. Оның орнында қазір өліп қалса, сосын барып жұмаққа түседі, ол бақытты болады деп айтады. Қыз да дәл сондай, оның да өмірі сосын қиын болады, одан гөрі қазір өліп қалса, бақытты болады деп айтады. Сол кезде басты кейіпкерлер балаларды түсінбей қалады. Және кітаптың соңында мынандай өлеңмен бітеді. Мына жерден оқып берсем де болады тіпті. Бог, который предписывает нравственную жизнь, но притом сам безнравствен, осуждает преступника, будучи сам преступником. Бог, который создал человека, не спрося у него, но взвалил всю ответственность на его хрупкие плечи. Вместо того, чтобы принять на свои, и в заключении всего подлинно божественной тупостью заставляет раба своего, замученного и поруганного раба на себя молиться. Жақсыны да, жаманды да жарататын ол Құдай. Бірақ ондай болса, Құдай неге жаман адамдарды көп қылып жаратады? Ол адамдарды жаратқанның өзінде оларды неге өте әлсіз, сорлы, ауру қылып жаратады? Неге адамдар бар және періштелер бар? Олар періштелер көп өмір сүреді. Олар періштелер бар ма? Ал жаман адамдар қалай пайда болады? Ол Құдайдың жаратқаны сондай ма, әлде ол адамның өзінің таңдауы ма? Ал адам таңдауы бар болған күнде ол қай жерден шектеледі? Ол сенің алғашқы жасаған әрекетіңнің
өмір бойы содан жалғасып келе жатқан салдарынан емес пе, тұрған өзің туылған ортаның әсерінен емес пе, Құдай осындай жиіркенішті, әділетсіз әлемге не осындай әлсіз адамдарды, жаман жолға баратын адамдарды әкеледі деген сұрақпен бітіреді, және автор және кітаптың соңдары өзінің бір осындай жауабын қалдырады. Ол біздің әлемді бәрін түс дейді, оның мағынасы жоқ. Бұл әлемде ештеңе жоқ, Құдай да жоқ, періште де жоқ, сен де жоқсың. Бары тек сенің ойларың ғана деп, осындай бір түсініксіз нотамен аяқтайды. Міне менде осы видео осымен бітті. Мен өзіме челлендж жасамадым. Бірақ осылай күн сайын болмаса да көбірек видео шығарып тұрғым келіп тұр. Барынша көп қылып. Өзім сол етімді үйрету үшін. Goodbye, bye bye.